Ассалаумағалейкум, қазақ жұрты. Қостанай облысы Құсмұрын елді мекеніне келгем. Әлі күнге дейін біздің қазақтың жауы болған, мұсылмандардың жауы болған кімнің несі тұр, мүсіні әлі күнге дейін тұр. Біз сонда кімге құл болып жүрік? Неге осыны алмайды? Біздің мемлекетіміз, басшыларымыз қайда қарап отыр деп айтқым келеді. Алла баршамызға жәрдем берсін, еліміз нығайтсын, мұсылман елін ойлайтын қазақтарды, ұлт жанды бауырларымыз көбейтін деген. Мінекей осыны бір ойланып аталсақ баршамызды, таратайық, бір нәтиже шығарайық. Міне осы жерге келген, міне Алланың қалауымен. Міне осы жерде әлі осыны тұр, мүсін тұр. Ол неге тұр? Біздің елімізде неге тұрады бұл? Абайдың, біздің аталарымыздың неге тұрмайды? Сондықтан мінекей алуды талап етеміз. Ассалаумағалейкум. Бұл үндеу Қостанайдың қазақтарына арнаймыз. Әулиекөл ауданында, Құсмұрын ауылында, қақ ортада Қанышер миллиондап қазақтарды өлтірген, ашаршылық жасаған Лениннің ескерткіші тұр. Қаншама қазақтың зиялы қауымын, алаш қайраткерлерін атып өлтірген Қанышер Ленинді қалай алып тастаймыз қазақтар? Хат жаздық район әкіміне, облыс әкіміне. Бірақ олар құлақ аспады. Басқа амал қалмады. Митингке шығамыз ба, қол жинаймыз ба, қандай әрекет жасаймыз? Хабарласыңдар Қостанайдың қазақтары. Мен байланыс телефоным +380 680 25 27 25.